Барларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өзім қолданатын лайфхакмен бөліскім келеді. Балалардың киімінде қалатын пятно, дақтар жайлы. Білесіздер, белизнаға салуға болмайды, себебі белизна киімді ағартады, бірақ качествосын жаман етеді. Ақ киімдер сарғайтып жібереді. Сол үшін мінекей кез келген, әсіресе банан жегенде қара дақ қалып қалады, дұрыс па? Соларды қалай кетіреміз? Кір жуғанда өздеріңіз қолданып жүрген порошокты аласыздар. Осындай мерзімді ложкамен 1 қасық. Сода пищевая. Одан да 1 қасық қосасыздар. Осылай. Кәдімгі қолданып жүрген ас тұзы керек бізге. Одан тамақ пісіретін сұйық майдан 2 ас қасық құясыздар. Қайнап тұрған ыстық су құясыздар. Барлығын жақсылап араластырып, бір-бірден киімдерді батырып шығамыз. Біздің киімдеріміз суға батып тұру қажет. Если су қажет болса, тағы да үстіне кішкене су құйыңыздар. Отқа қойып, жақсылап бір қайнатып аламыз. Сосын асын басып, 25-30 минуттай аз отта қайнатамыз. Су өтіп, достар, стиральный машинаға бір салып алыңыздар. Мінекей біздің нәтижеміз. Дақтары кеткен, кішкене дақтар алған. Енді аз дақтар. Міндетті түрде осы лайфхакты істеп көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, достар.